Соңғы жылдары YouTube өз танымалдылығын жоғалтпады және әлі күнге дейін ең үздік приложенияға айналды. Бұл әрине ютуберлердің арқасы, ал ютуберлер осы арқылы танымалдылық пен байлыққа ие болды. Бірақ бұл мақсатқа жету үшін қаншама жыл еңбек етті, тіпті контентке көп ақша бөлді. Сендермен бірге топ тайм санасы бүгінгі видеода 2022 жылдың топ 7 ең бай ютуберлерін айтатын боламыз. Видео басталмай жатып сендерге телеграм арнамызды ұсынамын. Бұнда біз видеоға байланысты сұрақтар және ютуберлер туралы әңгімелесетін боламыз. Арасында опрос жасап тұратын боламын. Сілтемесі видеоның астында. 7-ші орын. Райан Каджи. Райан 4 жасында YouTube арнасын ашып, ойыншықтарды қарап, олармен ойнайтын видеоларын жариялады. Қазір бала 10 жаста. Оның ата-анасы мен басқа да бизнес бақылаушылары, соның ішінде Диснейдің бұрынғы басшысы Крис Уильямс өсіп келе жатқанын және қызығушылығы кетіп бара жатқанын байқай бастады. Бұл олардың негізгі табыс көздерінің құлайын деп жатқанын білдіреді. Қазіргі таңда оның басты арнасында 33 миллион подписчикке жеткен және оның бұдан да басқа арналары бар. Оның YouTube'дан бөлек брендтер сатумен және де ойыншықтарды көп сатумен айналысады. Мысалы, Target секілді ірі дүкендер сатады. Оның байлығының құны $27 миллион. 6-ші орын. Like Настя. СНГ-да ғана емес, бүткіл әлем танитын ютуберге айналды. Настя өткен жылы Spotter компаниясымен келісімге отырып, ата-анасымен Ресейден Америка құрама штаттарына қоныс аударған. Қазір 7 жасар қыз Like Настя арнасына 101 миллион жазылушысын жинады. Ол каналында өз өмірін сол қалпында көрсетеді. Spotter'дің ақшасына қоса Настя және оның корпоративті көмекшілері желілік товарлар топтамасын қосу арқылы қыздың брендін кеңейтті. Негізгі арнасынан бөлек 10 каналы бар. Оның әрбір каналында 10 миллионнан аса подписчик жиналған. Жалпы табыс көзі $28 миллион. 5-ші орын. Unspeakable. Әзер дегенде дискі каналдан шықты қой. Бұл ютуберді СНГ елдері білмеу мүмкін. Оның каналында көбіне челленджер түсіреді. Екінші арнасында тек Minecraft ойыннан қызықты тапсырмалардан видео жасайды. Ол Хьюстонда Натан Грэмисонмен дүниеге келген және соңғы 10 жылы бойы YouTube'қа үнемі бейнелерін жүктеп отырады. Өткен жылы блогерлер өзінің жеке бейнелерінің құқықтарын Spotter'ге сатты. Бұл $28,5 миллион табуға көмектесті. Келесі ютуберге кеттік. 4-ші орын. Ричард пен Линк. Бұл каналдың Доброе мифическое утро деген ток-шоуынан бастау алды. Осы шоудың арқасында $30 миллион тапты. Шоу алғаш рет YouTube сайтында 2012 жылдың 9 қаңтарында көрсетілді және маусымдар бойы жұмыс күні сайын жүктеледі. 3-ші орын. Марки Пиллер. Оның арнасында хоррор ойындар түсіреді және оның басты табыс көздері мерчтерін сату, футболка, худи секілді өзінің товарларын сатады. Бұл табысының 2 есе өсуіне көмектесті. YouTube арқасында $38 миллион қаражат алып отырады. 2-ші орын. Джейк Пол. Боксшы Джейк 2018 жылдан бері бірінші рет ең бай блогерлер тізіміне қайта оралды. Оның таза құны $21,5 миллион болды. Джейк Полдың табысының 90% оның бокстағы мансабынан келеді. 1-ші орын. Мистер Бист. 2021 жылы 23 жасар Мистер Бист видеодан $54 миллион табыс тапты. Бұл кез келген YouTube блогерлерінің табысынан көп. Оның видеолары 10 миллиард қаралымға жетті. Бұл өткен жылғы саннан 2 есе көп. Оның тағы бір жобасы Мистер Бист Бургер. Бұл YouTube-пен серіктестік орнатқан және әр елде 1600 рестораны бар. Негізі Мистер Бист маркетингпен айналысады. Ол өз аудиториясына өзінің бургерлерін жарнамалайды. Мистер Бисттің каналында 105 миллион подписчик бар, ал ең танымал видеосы игра в кальмара шын өмірде деген. Бұл өте масштабный видео болғандықтан көп просмотрға келді. Міне видеода аяқталды. Егер видео ұнаса лайк басып арнаға тіркеліп кетіңдер. Сендермен бірге топ таймс. Келесі кездескенше.